Мен етегін мына жерге дейін тоқыдым. Енді мен мына жаққа мынау жіпті кішкене разнообразие болу үшін жалғап өтейін. Жерден аламыз. Екі петель жоғары көтереміз. Енді мына артық жіптерді мынаның ішіне қарай тоқып кіргізіп тастаймыз. Осылай до конца тоқып шығамыз. Міне осыны ары қарай жалғастырып бір 2-3 ряд тоқсаңыздар жеткілікті болады деп ойлаймын. Міне менде үстіңгі несі осымен аяқталды. Енді мынаны біріктіріп мына жерден қайшымен кештеп тастаймыз. Мына артықтарын ішіне қарай кіргізіп тастауға болады. Және мына жерін тұр. Осымен бізде үстіңгі бөлігі бітті. Келесі жеңін тоқу үшін менің келесі бөлімнен қарасаңыздар болады. Енді біз мына кардиганға етегін узорлап салу үшін ары қарай тоқып өтеміз. Мына қараңыздар. Басынан аламыз. Бір, екі, үш. Бірінші, екінші, үшінші петляға тоқимыз. Ары қарай 1, 2, 3,
4, 5. 1, 2, 3. Үшінші петляға тоқимыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Соңына дейін осылай чередовать етіп тоқып өтеміз. Міне біз соңына дейін осылай тоқып алдық. 3, 5 и соңғы жағын мынай біріктірдім. Енді 1, 2 рядты тоқимыз да, былай қарай аударамыз. Енді бір накид іліп аламыз. Міне соңғы петляға келдік. 2 петля жоғары көтердік. Бір накид іліп аламыз да, соңғысына біріктіреміз. 1, 2. Бұлайынан аударамыз. Бір накидті іліп аламыз. Көресің. Енді мына 5 петляның ішіне біз 9 накидпен петля тоқып өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына 3 петляның ішіне бір петляны әшін іліп алып тоқып кетеміз, накидсіз. Келесіге 9 петля, бір накид, бір петля, 9 петля накидпен до конца чередовать етіп тоқып шығамыз. Міне мен до конца тоқып өттім. Енді соңғы біріктіруге келген кезде бір накид іліп аласыздар да мына жерге біріктіреміз. Осымен етегі бітті. Енді мына жіппен мына жағын полностью тоқып шығамыз. Просто әшейін тоқып шығамыз.